Кана деген кім? Полициядан қорқып тұрған жоқ, бұлар. Кто он такой, Узабаев Ержан, чтобы без прав или тонировкамен, или подложкамен, или шивап көлікті басқаруға рұқсат беретін? Кто он такой? Жол апаты 3 адамның өмірін жалмады. И сол жарысқан 5 көліктің ішінде департамент полицияның заместительдері. Господин Заденов, лично вы виноваты в том, что происходит в Алматы. Сынға қалған министрде қарап жатпайын деді ме, әйтеуір сен қозғалып, селқостыққа сеп болды деген шенділерді шеттетіпті қызметінен. Қоғамдық қауіпсіздік басқармаларының басшылары қызметтерінен босатылды. Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты 3 адамның өмірін жалмады. Қайғылы жағдай қоғамда үлкен резонанс тудырып, түрлі болжамдар айтылуда. Темір тұлпармен кетіп, табытпен оралған марқұмдардың туыстары бұл жол апатына жоғары лауазымды шенілердің қатысы бар деп топшылап, әділ тергеуді талап етуде. Еске сала кетейін, жол көлік оқиғасы 21 наурызға қараған түні мегаполистің көшесі Әл-Фараби даңғылында болды. Желіге жүктелген жазбаларға назар салсақ, ақ түсті Мерседеске қарама-қарсы бағыттағы зикір көлігі келіп соғылады. Дәл қазір ажал құшқан азаматтардың өмірінің соңғы сәттері бейнеленген видеоны да назарларыңызға ұсынайын. 3.33 не деген тірлік дейді? Кана деген кім? Бұл кадрлардан құйындап келген қара көліктің жойқын жылдамдықпен соқтығысқан байқауға болады. Салдарынан Мерседес көлігіндегі 29 жастағы жүргізуші мен 20 мен 22 жастағы 2 жолаушы қыз оқиға орнында жан тапсырған. Артынша жол апатынан кейін түсірілген видеода табылды. Соққан көліктің сау тамтығы жоқ, ал жүргізуші түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілген. Әшейінде жолдағыны жіті тіркеп отыратын сергектердің апатты түсірген сапалы видеосын таппадық. Бұл ретте белгілі заңгер Әділетхан Молдахан оқиғаға қатысты өз болжамын жайып салды. Оның сөзінше, ресми нұсқа бойынша жол апатына көліктің техникалық ақауы себеп болды деп көрсетілгенімен, қайғылы жағдайға бірнеше көліктің жарысуы себеп болған. Тіпті желіге видео жариялап, әділдік орнау керек деп үндеу тастады. И сол жарысқан 5 көліктің ішінде департамент полицияның заместительдері, соның көлігі служебный автомашинасы жүр. Бір күнде 1 миллион теңге штрафқа түседі, и оның скоростын көретін болсаң, сен штрафқа түскен. И подложник сонымен жүр, смело. Сендер сәл қарасаңдар, департамент полицияның замы қайсы? 102 деген. 102-дің водителі. Ол білген істеп жүр. Выходной күні, 21 күні машина негізі автохозяйствода тұру керек. Сен оны для личного пользования, хоть қандай рапорт жазып қойсаң да, для личного пользования, түнде бір жақта бар бухать етуге, басқа қылуға, или двойной сплошной қиып, итіп жүруге сен никакое право не имеешь. И оны кім, жаңағы инспекторлер, басқа біреулер тоқтата алады дейсіңдер ма? Жоқ, тоқтата алмайды. Ондай полицейдарды Алматыда тоқтата алмайды. Заңгер бұл іске Алматы полиция департаментінің орынбасарының көлігі қатысы болу мүмкін екенін ашық айтып отыр. Бірақ полиция бұл ақпаратты растаған жоқ. Десе де бүгін ішкі істер министрінің бұйрығымен Алматы полиция департаменті бастығының сыртқы қызметтерімен жол қауіпсіздігін қадағалайтын орынбасары Ержан Узабаев, сондай-ақ әкімшілік полиция және қоғамдық қауіпсіздік басқармаларының басшылары қызметтерінен қуылды. Ал Узабаев деген есім жол апатына кінәлі деп танылған тұлғаларды арнайы жасақпен барып ұстаған кезде де аталады. Мұқият тыңдаңыз. Міне, спецназбен, арланмен тоқтап тұр. Міне. Кто разрешил кататься деген кезде, вот этот человек разрешил кататься. Тыңдаңдар. Как? Узабаев Ержан? Правильно? Кто он такой, Узабаев Ержан, чтобы без прав или тонировкамен, или подложкамен, или шивап көлікті басқаруға рұқсат беретін? Кто он такой? Че, Алматыда заң жоқ па не? Че, Узабаев Ержан, и болмаса жаңағы 120 дейді, уаттың бастығы. Шумаев Сергей Сатаевич деген кім ол? Ертең, че, спецбатальонда жүрген балаларды, линиядағы балаларды должностьтарын отстранить етпейсіңдер, да? 3-4 экипаж сол күні ночқа түскен. А че, и командир взводасы, басқалар. А че, кім разрешение береді, звондайды? Саған, жіберіңдер, тоқтатпа, басқа деп айтады. Не үшін солар сендер наказ етпейсіңдер? Не үшін солар должность отстранить етпейсіңдер? Кто такой 120?
Кто такой 102? Әлеуметтік желідегі даулы видеолардан кейін қоғамда түрлі пікір қызу талқылануда. Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов те оқиға орнына барып, полиция қызметкерлерінің жұмысын сынға алды. Министр Саден, не қарап отырсыңдар сендер? Тәртіп орнатсаңдар шына жерде деп жатырмын. Масқара ғой бұл. Президент кетіп кетті кеше. Кеше адам қайтыс болды. Бағана мен жүрдім машинамен зулдап алып. Әдейі тұрмын мен бағанан бері. Біразын жазып алдым видеоға. Тікелей эфирге жаздым әдейі. Енді қалай мемлекет боламыз біз? Полициядан қорқып тұрған жоқ па бұлар? Полициядан қорқып тұрған жоқ. Бұлар бүгін ұстасақ, қамасақ, ертең ұстасақ, қамасақ, тоқтайды ғой бұл. Депутаттың айтуынша мұндай жағдайлар құқық қорғау жүйесіне деген сенімге әсер етеді, ал сенім шайқалса тәртіптің тірегі де әлсірейді. Господин Саденов, лично вы виноваты в том, что происходит в Алматы. Не сможете навести порядок. Сынға қалған министрде қарап жатпайын деді ме, әйтеуір сен қозғалып, селқостыққа сеп болды деген шенділерді шеттетіпті қызметінен. Бірақ құзырлы орган өкілдері қызметтен кеткен ақжағалылардың не себепті кеткеніне қатысты жағашпай отыр. Тек мынандай ресми мәлімдеме жариялады. Ішкі істер министрінің тапсырмасымен Алматы қаласында болған резонанстық жол көлік оқиғасы алғашқы сәттен бастап ерекше бақылауға алынды. Қазіргі уақытта қоғамда айтылып жатқан барлық уәждер егжей-тегжейлі тексерілуде. Алдын хабарланғандай, аталған апат бойынша бұған дейін қылмыстық іс қозғалды. Зикр автокөлігінің жүргізушісіне соттың санкциясымен қамаққа алу шарасы қабылданды. Апат кезінде ол жеңіл дәрежедегі алкогольдік масан күйде болғаны анықталды. Сондай-ақ министрдің тапсырмасы бойынша қызметтік тексеріс басталды. Оның объективтілігі мен толықтығын қамтамасыз ету үшін Алматы қаласына өзіндік қауіпсіздік департаментінің, әкімшілік полиция комитетінің және жеке құраммен жұмыс департаментінің басшылары тәжірибелі қызметкерлерімен бірге жолданды. Ал мемлекеттік нөмірлік белгілердің заңсыз берілуі мүмкін деген уәждер бойынша өзіндік қауіпсіздік департаментімен қылмыстық іс қозғалды. Полиция департаменті басшыларының бірінің жүргізушісіне қатысты әрекетсіздік фактісі бойынша да қылмыстық іс қозғалды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Осы айтылған қызметтік тексеріс және қылмыстық істер аясында барлық мән-жайлар, оның ішінде медиа кеңістікте таралып жатқан ақпарат жан-жақты тексеріледі. Анықталған кемшіліктерге байланысты кадрлық шешімдер қабылданды. Министрдің бұйрығымен Алматы қаласы полиция департаменті бастығының сыртқы қызметтер мен жол қауіпсіздігін қадағалайтын орынбасары, сондай-ақ әкімшілік полиция және қоғамдық қауіпсіздік басқармаларының басшылары қызметтерінен босатылды. Заң бұзушылықтар расталған жағдайда апат қатысушылары да, лауазымды тұлғалар да жауапқа тартылады. Азаматтарға, әлеуметтік желі қолданушыларына және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне үндеу жасаймыз. Тексерілмеген және жалған ақпаратты таратудан, сондай-ақ асығыс қорытынды жасаудан бас тартуға шақырамыз. Жалған ақпарат таратқаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделген. Ішкі істер министрлігі тарапынан заң және жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзу деректері бұған дейін де қатаң түрде тоқтатылып келді, алдағы уақытта да тоқтатылатын болады. Бұл жұмыс принципті әрі жүйелі түрде жолға қойылған. Заңды қасақана бұзған әрбір адам міндетті түрде жауапкершілікке тартылады. Заң бәріне бірдей. Ешкімнің лауазымы, жағдайы немесе байланысы артықшылық бермейді. Қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігі толық көлемде қамтамасыз етілетін болады. Хош, себеппен емес салдармен ғана күресер болсақ, тәртіпке тақ беру қиындай түсетін анық. Алайда тәртіп сақшылары да осы жағдайдан соң бақылауды басты мақсат еттік деп ақталып әлек. Жұрттың жағасын ұстатқан жол апатынан кейін Алматы полициясы арнайы рейд жүргізген. Кейінгі 3 күнде ғана қалада 5000-нан аса жол ережесін бұзу дерегі тіркелген. Алкогольге немесе есірткіге елте күйде тізгінге отырған 43 жүргізуші ұсталған. Тағы 400-ге жуық адам көлікті құжатсыз айдаған. Бұдан бөлек жылдамдықты асырудың 2000-нан аса жағдайы тіркелген. Бұл айға жетпей айыппұл арқалағандардың тізімі. Ал ол көрсеткіш көбеймесе азайып жатқан жоқ. Сондықтан жүйенің өзіне жүйелі жұмыс жетпейтін секілді. Арнамызға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі үнсіздік әділетсіздікке жол бастайды.